Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видеода мен сіздерге YouTube каналдарды сату арқылы қанша ақша табуға болады, қалай ақша табуға болады, сол туралы айтатын болам. Ендеше каналға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Так, канал сату арқылы ақша табу үшін сіздің каналыңызда монетизация қосылған болу керек. Егер де монетизация қосылған болса, сондай каналдарды қымбат бағада сатуға болады. Монетизация дегеніміз сіздердің видеоларыңызда реклама шығады, сол рекламаны адамдар көрген үшін YouTube сіздерге ақша төлейді, соны монетизация дейді. Сол монетизация қосылған болса, сондай каналдарды қымбатқа сатуға болады. Так, ондай каналдарды қанша теңгеге сатуға болады, сол туралы айтып өтейін. Егер де сіздің каналыңызда 1000 подписчиктен жоғары болса, және де монетизация қосылған болса, ондай каналдарды 50 мың мен 70 мыңның арасында сатуға болады. Әрине, бұл жерде активностьқа да қарайды, каналдың ашылуы, сондай нәрселерге қарайды. Егер де минимальный требование болса, мысалы 1000 подписчик, монетизация қосылған, видеолар бар, просмотр бар болса, сіздер каналыңызды минимум бір 50 мың, 60 мыңға сата аласыздар. Так, сол сөйтіп кете береді. 5000 подписчиктен бастап уже басқа баға, 10 мың подписчиктен басқа баға деген сияқты. Сіздер сөйтіп жайлап қымбатқа сата беруге болады. Ал егер де каналыңызда монетизация қосылмаған болса, ондай каналдарды примерно бір подписчикка 0,50 мен 1 теңгенің арасында болады сондай каналдар сатуға. Мысалы 5000 подписчик бар каналды, егер активность дым болмаса, 2500-ға сөйтіп сатып жүре аласыздар. А если болса, бір видеолар, бірдеңелер болса, онда 5000 теңгеге сатып жүруге болады. Так, ондай каналдарды кімдер алады? Ондай каналдарды зарубежный адамдар алады, яғни басқа елдің адамдары, мысалы Қытай, Япония деген сияқты елдің адамдары алады. Сондай-ақ Россияның адамдары да алады. Біздер әрине Ресейге сататын боламыз, себебі Ресейде жақсы сенімді скупщиктар бар. Ал енді Қытай, ол жақтағы скупщиктарды білетін болса, әрине оларға да тікелей сатуға болады. Ол жақтағылар одан да қымбат қалады. Ал бізде осы тұрған Ресей соның өзі жеткілікті. Ондай канал арқылы дамытып қалай ақша табуға болады, соны айтып өтейін. Бірінші, каналды тауып аласыз. Мысалы группалардан немесе достарыңыздан ана-мына іздейсіздер, немесе өзіңіз канал ашып дамытасыздар, видеолар салып, просмотр жинап деген сияқты. Содан кейін 4000 сағат жинайсыздар. YouTube'да монетизация қосу үшін 4000 сағат және де 1000 подписчик болу керек. Егер де осылардың барлығын жинасаңыз, сосын монетизацияға заявка лақтырасыз, монетизация қосасыз. Содан кейін бесіншісі, каналды сатасыз, болды, жақсы скупщиктарға ұнаған бағаға сатасыздар. Осы жерде айтып өтейін, канал сатқан кезде скупщиктарды білмесеңіздер маған жазыңыздар, өзім сіздерге сатуға көмектесетін болам. Негізі көп жерде, мына жердегі канал алушылар өте көп. Сол кезде алданып қалуларыңыз мүмкінсіз. Сіздерге бірінші каналыңызды беріңіз дейді, номерді ауыстырыңыз дейді, подтвердить етіңіз дейді, данныйларды. Ондай кезде сіздер алдап кетуі мүмкін. Ондай кезде сіздер гарантпен жұмыс жасай аласыздар. Гарант жайында маған да жазсаңыздар болады, немесе мен сендерге сенімді гарант тауып беремін. Орыстарда танитын гаранттарды, скупщиктарды білетін. Немесе мен сіздерге өзім сенімді скупщиктарды айтатын болам, маған жазыңыздар. Так, осылайша дамытасыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Канал дамыту 4000 сағат пен 1000 подписчиктен өте қиын, білесіздер. Канал тапқаның өзінде де көп каналдарда монетизация жоқ, себебі қазір көп адамдар монетизация бар каналдарды уже сатып жүрген. Қазір монетизация бар канал алу өте қиын. Болса да оны моментально сатып жүреді адамдар. Так, сол себепті сіздерде монетизация жоқ канал тапқанмен де монетизация қосу керек. Монетизация қосу үшін сіздерге сағат просмотр керек, сағат керек, час керек, және де подписчик керек. Егер де сіздерге час подписчик керек болса, маған жазсаңыздар болады. Менің WhatsApp номерім мінетері, осы WhatsAppқа немесе почтаға жазсаңыздар болады, және де біздің Instagram бар, Instagramға да жазсаңыздар болады. Біз сіздерге час жинап береміз, подписчик керек болса подписчик, просмотр керек болса просмотр. Өте сапалы, сол сағаттар жинап сіз монетизация қоса аласыздар, смело. Осы уақытқа дейін біршама канал уже монетизация қосылған, және әлі күнге дейін қосылып жатыр. Жастар барлығы жиналады, ешқандай бағын келмейді. Барынша тез жинауға тырысамыз. Қазір енді кішкене алгоритм өзгерді, кішкене жай жинап жатыр, бірақ 1-2 жұманың ішінде монетизацияны жинап береміз 4000 сағатты. Егер де ешқандай нарушение болмаса, авторский видео барлығы каналдарыңызда барлығы YouTube-ның ережесімен сай болса, онда ешқандай бағын ештеңе келмейді. Монетизация қосып, сосын ол каналды сата аласыздар. Әрине сағаттар жинау арзан емес, бірақ та сіздер плюста боласыздар.
бір 50% плюста боласыздар деп айта аламын. Осымен видео аяқталды. Егерде сіздерге керек болса, час жинап, там просмотр, скупщиктар керек болса, маған жазсаңыздар болады. WhatsApp-қа немесе осы Instagram-ға жазыңыздар, немесе описание ВК-мды қалдырам, ВК-ға да жазсаңыздар болады. Канал сату туралы, скупщик канал, немесе канал сатқыларыңыз келсе, маған да жазсаңыздар болады. Мен сіздерге сатып беруге көмектесетін боламын. Осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.